Ал балалар, бізде қазір әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі сабақта сендер көріп тыңдаған видео бойынша жаңа сабақтың тақырыбын болжауды, мәтінді түсініп оқып, мәтіндегі негізгі ойды анықтауды және шығарманың жанрлық ерекшеліктерін ажыратуды білетін боласыңдар. Ал балалар, қазір мына жерден өздеріңе ұнаған түстерді аласыңдар да, қай топ қызыл түсті таңдайды, ол бірінші топқа барып отырады. Кім сары түсті таңдайды, екінші топқа, жасыл түсті таңдағандар үшінші топқа барып отыра қойыңдар. Орныңызға отыра береміз. Қазір кеспе буындарды алдыңдар, әр түстен таңдап, енді осы кеспе буындардан сөз құрастырасыңдар. Тез арада сол түстерді, одан кейін қандай сөз шықты, сол түстерді сөйлетеміз. Ал бастыңдар. Ал қызыл түстен қандай сөз құрады? Қызыл түс сөйлете қояйықшы. Біз қызыл түсті шашылған буындардан жанды табиғат деген сөз шығардық. Жақсы. Сары түсті сөйлетейік, қандай сөз шығардыңыздар? Біз сары түсті шашылған буындардан авторы Әуелбек Қоңыратбаев деген сөз шығардық. Жарайсыңдар. Ал үшінші топ жасыл түсті сөйлетейік. Біз жасыл түсті шашылған буындардан киіктің айласы деген сөз құрадық. Олай болатын болса, біз бүгінгі сабақта жанды табиғат ортақ тақырыбы бойынша Әуелбек Қоңыратбаевтың киіктің айласы әңгімесімен танысатын боласыңдар. Бүгінгі сабақта сендер көріп тыңдаған видеоларың бойынша жаңа сабақтың тақырыбын болжауды және мәтінді түсініп оқып, мәтіндегі негізгі ойды анықтауды және сонымен қатар шығарманың жанрлық ерекшелігін ажыратуды білетін боласыңдар. Ал балалар, бүгін топпен жұмыс жасаймыз. Сондықтан бірінші топтың ережесін ескеріп жүріп, қандай ережелерді сақтауымыз керек? Аружан? Қол ережесі, қол көтеру ережесін сақтаймыз. Қол көтеру ережесін сақтаймыз. Жасмин? Бір-бірімізді тыңдау. Бір-бірімізді тыңдаймыз. Уақытты тиімді пайдаланамыз. Тағы қандай ереже бар аяға? Бір-бірімізді қолдау. Бір-бірімізді қолдаймыз. Жақсы. Арсен? Сабаққа белсене қатысу таңда. Бір-бірімізді әділ бағалаймыз. Тағы мұғалімнің сұрағына нақты жауап беру. нақты жауап беруге тырысамыз. Жарайсың. Тағы әділ бағалаймыз. Жақсы. Осы ережелердің барлығын сақтап, болатын болса балалар, бүгінгі сабаққа барлығында белсене қатысады деп мен сендерге үлкен сенім білдіремін. Ақбөкен деп атайтын жануар Сарыарқаның кең жазығында, шөлейтті жерлерде тіршілік етуге бейімделген. Дене тұрқы қойға ұқсас келетін, дөңес тұмсықты күйіс қайтаратын жануар. Ол негізінен Қазақ даласы мен Моңғолияда ғана сақталған. Адамның баласынан кем көрмеді. Текелерінің тұрқы 126-150 см, салмағы 37-49 келі. Ал ұрғашылар сәл кішірек, шамамен 109-127 см. Ал балалар, бүгінгі сабақта не туралы айтылады деп ойлайсыңдар? Киік туралы. Дұрыс, олай болатын болса, бүгінгі сабақта Әнуарбек Қоңыратбаевтың киіктің айласы деген тақырыбымен танысатын боламыз. Ал балалар, киік туралы не білдіңдер? Киік туралы не білдік? Арман айта қой. Олар шөлде өмір сүреді. Шөлді жерде өмір сүреді екен. Олар 80-нен астам шөп жейді. 80-нен астам шөптің түрін жейді екен. Ол 12 жыл өмір сүреді. 12 жылдан астам өмір сүреді екен. Дұрыс. Тағы да Ол өте жүйрік. өте жүйрік екен. Баласы құралай деп атайды. Баласы құралай деп атайды екен. Оның енесін аса басқа енесі оны егізеді. Дұрыс. Әне айтамын. Егер де елдің баласын туған кезде баласы 2 сағаттан кейін жүріп бастайды. Одан кейін 2 күннен кейін баласы автомобильден де қатты жүреді. Дұрыс. Тағы не айтамын? Ол өте ақылды. Өте ақылды екен. Ол 1 минутта 12 литр су ішеді.
1 минутта 12 литрге дейін су іше алады екен тағы. Ол 3 минутта өз сөзін қандыра алады. Өз шөлін 3 минутта қандыра алады екен. Тағы не білді? Жақсы балалар. Көп балалар. Бүгін жаңа айттық, бүгінгі сабағымызда Әуелбек Қоңыратбаевтың Киіктің айласы әңгімесімен танысамыз деді. Қазір осыны оқулықтағы мәтінді оқып шығамыз. Бірінші топ, бірінші ағаш жолдан бастаймыз, мәтінді сендер бастайсыңдар. Бірінші топ, екінші топ, екінші ағаш жолдан бастаймыз. Үшінші топ, үшінші ағаш жолдан бастап мәтінді түсініп оқып шығамыз. Оқимыз. Ал балалар енді оқыған мәтін бойынша өзіміздің түсінгенімізді айтамыз. Бірінші топ бойынша кім шығады екен? Келе қойыңдар. Екінші топ бойынша кім түсініп айтады? Келе қой. Үшінші бөлім бойынша келе қой, сәбелес. Ал. Бөлімізден кейін бөлімді жалғастырып айта береміз. Киіктің айласы Әуелбек Қоңыратбаев. Әр жануардың өзінің қаруы бар. Қасқырдың қаруы тісі, қабанның қаруы азу тісі, киіктің қаруы жылдам аяқтары. Bir top kiyik laqtarмен бірге суатқа су ішуге барады. Олардың арғы бұтаның арасында қасқырлар аңдып тұрған еді. Bir кезде қасқырлар киіктерге тап береді. Сол кезде киіктер тұра қашады. Арасынан бір ақсақ теке шығыс жаққа қарай қашады. Бізге бұйырғаны осы шығар деп соның артынан қасқырлар қуа жөнеледі. Жақсы, қарай келіп. Ақсақ теке өз отбасын, өз балаларын қорғау үшін қасқырларды өз артынан ертіп әкетті. Киік жартастың төбесінен секіріп ғайып болады. Қарай. Негізі теке шынында да ақсақ емес еді. Ол өзінің үй ішін қорғау үшін ақсақ болды. Оның лағын құралай деп атайды. Оны атуға болады екен? Жоқ. Оны атуға болмайды. Жақсы. Ал енді балалар, бәріміз тыңдады. Топ қалай айтты, соны 2 жұлдыз 1 тілек бойынша бағалап жіберейікші. Бірінші топты сырын қалай айтты? Жақсы, мен де келісемін. Әйгерімді бағалайықшы, 2 топты. Әйгерімді бағалайықшы. Қандай белгімен бағалаймыз? Дұрыс, 2 жұлдыз беріп жатыр. Бағалар әйгерімді де жақсы. Томиристі бағалайықшы, томиристі бағалайды. Ал, нешін көтерді? Мына жерде 2 бір ұсыныс айтам деп отыр. Айта қойшы сіздерге. Өйткені ол томирист бір сөзді 3 рет қайталап айтты. Оны деп 3 рет қайталап айтты. Бір сөзді 3 рет қайталап айтты ма? Мәтіннің бір-бірімен байланысқан кезде байланыспай қалды. Бір сөзді қайталады дейді. Жақсы. Мен де келісемін, егер де солай болды, мен де байқадым, оны жақсы балалар. Балалар, енді осы мәтін бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші топ, мәтінді талдаймыз. Екінші топ. Бенге қарамашқа киікпен қасқырды жазып, одан кейін барып, одағы негізгі ойды анықтаймыз. Ал үшінші топ, киік туралы 5 жолы бөлек құрастырамыз. Сен жақсыра бер, сен берген. Енді әр топтан бір оқушы шығып, жұмысты қорғасыншы. Бірінші топтан келе ғой, екінші топтан кім шығар? Бір оқушы шықсын, үшінші топтан келе ғой. Біздің топқа мәтінді талдау берілді. Тақырыбы Киіктің айласы. Авторы Әуелбек Қоңыратбаев. Шығарманың түрі әңгіме. Кейіпкерлер лақтар, киіктер, қасқырлар. Оқиғаның орны шөптейді. Шөл далада.
Екінші топ туралы Біздің топқа Вен диаграммасы тапсырылды. Киік, жүйрік, ақылды, 10-12 жыл өмір сүреді. Оның баласын Құралай деп атайды. Ақбөкен шөппен қоректенеді. Қасқыр, жыртқыш, қарулы тіс, етпен қоректенеді. Бөлтірік, ит, құс, бөрі, түз тағысы. Екеуінің ортақ қасиеті жануар. Мәтіндегі негізгі ой, киік айласын асырып, жауларынан қалай қорғанғанын айтқысы келді. Жақсы, үшінші топ. Біздің топқа киікке 5 жолды өлең жазу тапсырылды. Қандай киік, қандай сүйкімді, жүйрік, не істеді, барды, қашты, алдады. Сөйлем, киік өте ақылды жануар. Синонимі ақбөкен. Жарайсыздар балалар. Ал енді осы топтың жұмысын балалар алдарымызда бағдаршамның көздері тұр, сол арқылы бағалай берейікші. Бірінші топты қандай түс көтереміз бағдаршам арқылы бағалайық. Бірінші топ қалай айтты? Дұрыс, мен де келісемін. Жақсы. Екінші топты бағалай берейікші. Екінші топты жасыл түс. Дұрыс. Сары түс пе, қандай түс? Жасыл ма? Жасыл түс көтерді. Дұрыс, мен де келісемін. Екінші топ. Үшінші топты бағалайықшы. Үшінші топты. Жақсы, мен де келісемін, жақсы қорғады. Отыра отырды. Алдарында семантикалық қартаны таратып бердім. Сол бойынша, бүгінгі сабақ бойынша берілген тапсырмаларды орындаймыз. Семантикалық қартаны толтырамыз. Жұмысты болатын болсақ, енді жұмысты бір-бірлерімен алмастырыңдар, сөйтіп бірін тексере қойыңдар. Қаншасы дұрыс, соның астына бағалап қойыңдар одан кейін. Бір-бірін бағалап қойыңдар. Балалар, қазір 3 қадам сұхбат деген ойнаймыз. Біреуіміз тілші боламыз, біреуіміз тележүргізуші боламыз, біреуіміз ғалым боламыз. Кім ғалым болады? Кім ғалым болады? Ал келе ғой. Тілші болатын кім бар екен? Кім тілші болады? Келе ғой. Дина келе ғой. Тележүргізуші кім болады? Хабар жүргізетін тележүргізуші. Келе ғой аяға. Енді бүгінгі сабақ туралы сөйлейміз, бүгінгі сабағымызды қорытамыз балалар. Бүгін не үйренді, кім бізге, кімнің әңгімесіне таныстық, сол туралы өтеміз. Бүгін Шымкент қаласындағы номер 26-шы Жамбыл атындағы мектеп гимназиясының 3-ші А сыныбына ғылыми профессор Әуелбек Қуатбаев келді. Сыныптағы оқушылар Әуелбек ағамызға өмірі мен шығармашылығы жайлы көптеген сұрақтар қойып сұхбаттасты. Сәлеметсіздер ме, құрметті хабарға қатысушылар? Біздің хабарымызға қош келіпсіздер. Олай болса хабарымызды бастаймыз. Бүгінгі хабарымыздың қонағы әдебиет зерттеушісі Әуелбек Қуатбаев мырза. Әуелбек ағамызға қоятын сұрақтарыңыз болса, қойыларыңызға болады. Әуелбек аға, сіз қай жерде дүниеге келдіңіз? Рахмет. Мен Қызылорда облысы Шиелі ауданында дүниеге келдім. Әуелбек аға, сіз қандай оқу орнын бітірдіңіз? Рахмет. Мен Ташкент халық ағарту институтын, содан кейін Қазақ ұлттық педагогикалық институтын бітірдім. Әуелбек аға, балаларға арнап жазған шығармаңыз бар ма? Мен балаларға арнап «Жеті алып сұр көжек» деген шығармаларым бар. Осымен біздің хабарымыз аяқталды. Әуелбек аға, біздің хабарымызға келіп қатысқаныңыз үшін үлкен рахмет. Ал балалар, мынау күнге не жетіспей тұр? Шуақ жетіспей тұр. Онда алдарында тұрған блок ағашына өздерінің бүгінгі сабақтан
не әсер алдыңдар, кімге көмектесіңдер, өздерің осы ағаштың қандай деңгейіне дейін шыға алдыңдар деп ойлайсыңдар, өздеріңді мына ағашта белгілеп, мына күнге шуақ жасай қоямыз. Енді алдаңдағы қағазды тел мына күнге жапсыра қойыңдар, күнге шуақ жасаймыз. Тез келе қойыңдар. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сендерге үлкен рахмет.